أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақ бүкіл әлемдердің Раббысы Алла тағалаға тән. Сүйікті пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Қадірлі жиылған қауым, баршаларыңызға ассаламу алейкум деп мұсылмандық дәстүрменен сәлем береміз. Алла тағала барлығымыздың ниет тілегімізді, құлшылығымызды, оразамызды қабыл етсін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі әрбір мешітте дәстүр бойынша тараух намазының алдын уағыз насихат жүргізіп келе жатырмыз. Өткені 11 ай бойы бұнша жамағат әркез құптанға жинала бермейді. Жиналған жамағаттың қолымыздан келгенше насихатпенен оларды рухани кемелдіру мақсатында муфтият бірнеше шараларды қолға алған. Соның бірі тараух намазының алдындағы уағыз насихатымыз. Біз бұған дейін Рамазан айының жалпы қасиеттер жөнінде осы айда нелерге көңіл бөлуіміз керек, сол тақырыптарда біраз уағыздар айттық. Бүгін біз уағызымызда осы шүкіршілікке қатысты айтқымыз келіп тұр. Рамазан айы, білесіздер, ол мейірім айы. Рамазан айы дұға тілейтін ай. Рамазан айы кешірім айы. Рамазан айы шүкіршілік айы. Осы шүкіршілікке қатысты Алла субханаху ва тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінің 183-184 аяттарында айтылып жатыр. Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва литукмилул иддата ва литукаббируллаха аля ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Садақаллахул азим. Ендеше қаза болған күндерді толықтырып, өздеріңді тура жолға салғаны үшін Алланы ұлықтап, шүкірлік етерсіндер дейді. Бұл Алла тағаланың бізге өсиеті. Ендеше қаза болған күндерді толықтырып, Рамазан айында біреулер ауырып қалуы мүмкін, сапарда болып қалуы мүмкін. Егер ораза өткізіп алған күндері болса, сол күндерді толықтырып, өздеріңді тура жолға салғаны үшін, осы отырған барлығымызды Алла тағала тура жолға салды. Альхамдулилля, Алла жүрегімізге иман берді, исламға алып келді. Сөйтіп біз намаз оқып жатырмыз. Алла тағала сіздерді тура жолға салғаны үшін Алланы ұлықтап, Аллаға шүкір етерсіңдер деп жатыр. Яғни Аллаға шүкір ету осы отырған барлығымызға міндет. Не үшін? Тура жолға салғаны үшін. Альхамдулилля, Рамазан айында Аллаға шүкіршілік етейік. Тараух намазынан алдын уағызда әрине жалпы жамағатымыз сүйсініп уағыз тыңдағанмен арамызда болып қалу мүмкін. Уағыз айтпай-ақ намаз оқи берсек жақсы болар еді деген сияқты. Қадірлі жамағат, егер біз осындай уағыздарды айтпасақ, оны біз қалай білеміз? Алланың тура жолға салғаны үшін Аллаға шүкір етіңдер деп Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Барлығымыз Аллаға шүкір етуші құлдардан болайық. Осындай уағыздар арқылы біз барлығымыз иншалла иманымызды күшейтіп, рухани кемелденетін боламыз. Алла барлығымызға осындай жақсы амалдарды, ізгі амалдарды нәсіп етсін. Рамазан сабыр айы екендігі жөнінде біз жиі айттық. Бұл қасиетті ай сабыр айы болумен қатар шүкіршіліктің де айы. Өйткені шүкірлік пен сабырлық қатар жүреді екен, қадірлі жамағат. Ғалымдарда діннің жартысы сабырлық, қалған жартысы шүкіршілік деген сөз бар. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді: момын адамның жағдайына таң қаласын. Шындығында оның кез келген ісінде қайыр жақсылық бар, әрі бұл момыннен басқа ешкімге берілмеген дейді. Егер оған бір жақсылық келсе, ол Аллаға шүкіршілік айтады. Және оның сол айтқанында қайыр жақсылық бар. Ал егер оған бір сынақ келсе, оған сабыр етеді. Оның бұл ісі де өзі үшін қайыр жақсылық болып оралады деген екен. Шүкірліктің мағынасына келетін болсақ, шүкірлік дегенде көп адам қанағат етумен шатастырып жатады кейде.
Сондықтан да шүкірлік жайында уағыз айтылса, қазір әсіресе қоғамда осындай дүниелер көп. Барыңа қанағат етіп, еңбек етпей отыра беруге шақыруды айтып жатыр деп қате түсініп, осы молдалар тек жаңағыдай сабыр етіңдер, шүкір етіңдер дей береді деген сындарды айтып жатқан кез бар. Сондықтан қадірлі жамағат, біз дұрыс түсінуіміз керек. Біздерге шүкірлікті алғыс мағынасында түсінуіміз қажет. Шүкірлік деген алғыс. Мысалы, қазақта шүкіршілік кімге етіледі? Алла тағалаға айтамыз шүкіршілікті. Және рахмет деген сөз бар, адамға айтылады. Бір кісі сізге көмектессе, рахмет дейміз. Араб жерлерінде бұл терісі. Адам адамға жақсылық жасаса, шүкран, ашкурука деген сөздерді айтады. Алланың рахметін олар рахмет деп айтады. Алланың рахматы деп түсінеді олар. Бізде адамға рахмет дейміз, жасаған үшін Аллаға шүкір етеміз. Яғни қадірлі жамағат, мұсылман баласы Аллаға шүкір етуді біз уағызымызда айтамыз. Ол жақсылық болуы мүмкін, ол сынақ болуы мүмкін, барлығы Алланың қалауымен болады. Сондықтан біз Аллаға шүкір етуші пенделерміз. Ал енді шариғатымызда айтады, хадистерде, егер намаз оқысаңыз, ертең қайтыс болатындай хушумен намаз оқы дейді. Намазды Құдайға беріліп оқу керек. Ал енді еңбек етсеңіз, жұмыс жасайсыз, өзіңізді бала шағаңызды бағу үшін өмір өлмейтіндей еңбек ет дейді. Яғни беріліп, ықыласпен еңбек етуді біздің шариғатымыз бұйырады. Ислам діні адамды еңбекке баулыған. Пайғамбарымыз айтады, бірде беріп, бірде бермейтін адамнан сұрап, абыройыңды төккенше, одан да тауға барып, отын жинап, сатып, еңбек етіп, күніңді көргенің абзал дейді. Ол саған бірнеше рет артық дейді. Сондықтан шариғатымыз ислам кез келген адамға ықыласпен еңбек етіп, маңдай теріменен күн көруді үндейді, соған насихат етеді. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады, Ибрахим сүресінің 7-ші аятында, «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Садақаллахул азим. Егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін дейді Алла тағала. Біз қанша шүкір етсек, соншалықты Алла тағала бізге арттырады. Және мұсылман адам соған сену керек, Алланың берген кез келген адамға жағдайы бұл Алланың сыйы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, астыңа қара дейді. Сонда шүкір етесің. Жоғары қарасаң жете алмайсың. Адам адамнан артып кете береді. Әлемді билеп тұрғандар бар, дүниесі деген өте көп адамдар бар. Оған жетем жүріп адам адасып кетуі мүмкін. Ал төменге қарасаңыз, әлхамдулилля дейсіз. Сондықтан қадірлі жамағат, қолымыздан келгенше Аллаға шүкір етейік. Және адам баласы бұл дүниеде егер тағдырыңызға жазып қойса, бір кәсіпті жасау, оған налымаңыз. Алла сізге нәсіп етті, соған шүкір етіңіз. Егер шүкір етсеңіз, Құдай сізге бақ берекені бере береді. Қазақта керемет сөз бар, би болмасаң да, би тоқтайтын үй бол дейді. Яғни абыройлы өмір сүру. Сіз абыройлы болсаңыз, кез келген адам сіздің үйіңізге келеді, қонақ болады. Алла тағала сізбен бізге сондай абыройды нәсіп етсін. Ал енді шүкірліктің түрлеріне келетін болсақ, жүрекпен жүзеге асырылатын шүкірлер бар, білесіздер. Адамның өзіне жаратушысы тарапынан берілген нығметке жүрегімен шынайы түрде шүкір ету. Ол мысалы Алла тағала бізге көз берді. Аллаға шүкір, көзіміз көріп тұр. Альхамдулилля дейсіз. Мысалы кеше мен тараух намазында Әл-Фараби мешітінде болдым. Ол жерде біздің ұстазымыз бар, Мысырдан келген. Көз жанары жоқ, бірақ қари сабақ береді. Алла ғалымдық берген ол кісіге, бірақ жанар бермеген. Ол кісі шүкір етуші адам. Сонау ұзақтан келіп, сондай денсаулығыменен біздің елге келіп балдарымызды оқытып жатыр. Осындай адамдар өмірде көп. Біреулер бар, мысалы, аяқтарымен өздері жүре алмай жүр. Біреулер бар, қолдары істемейді. Әр түрлі жағдай бар. Бірақ кез келген адам Аллаға шүкір етуші. Шүкір ету керек барлығына. Сонда Алланың берері барлығымызға мол болады, қадірлі жамағат. Келесі, тілмен айту арқылы жүзеге асырылатын шүкір. Альхамдулилля, субханалла, осындай Алланы мақтау айту, шүкіршілік ету, мінеки осындай біздің шүкір ететін түрлері бар. Үшінші, амалмен жүзеге асырылатын шүкір. Ол намаз,
ораза, зекет, тағы сол сияқты құлшылықтар мінекей амал менен асатын шүкіршіліктердің түрлері. Айша анамыз, Алла тағала ол кісіге разы болсын, былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде намаз көп оқыған, білесіздер. Сонда аяқтары жарылып ісіп кеткен кезде Айша анамыз жаны ашып пайғамбарымызға айтады: сіздің өткен алдыңғы күнәларыңыз кешірілген ғой, сіз неге соншалықты өзіңізді қинап құлшылық ете бересіз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: афала акуну абдан шакура, мен Аллаға шүкірлік етуші құлдардан болмаймын ба деп жауап берген екен. Пайғамбар, Алланың сүйікті құлы, Алланың таңдағаны, пайғамбарлық берген, үлкен дәреже берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі сондай дәрежеге жетсе де Аллаға шүкір етуші құлдардан болған. Барлығымызға да Алла субханала тағала пайғамбарымыз сияқты шүкір етуші құлдардың қатарынан табылуды Аллахым нәсіп етсін. Қадірлі жамағат, Саба сүресінің 13-ші аятында Алла тағала айтады: «Иъмалу аля Дауда шукра ва қалилум мин ибадия шакур». Садақаллаху азим. Уа Дауыттың әулеті, шүкірлік етіңдер дейді. Алла тағала Дауыт пайғамбардың әулетіне шүкірлік етіңдер деп бұйырады. Құлдарымның арасында лайықты түрде шүкірлік ететіндер аз дейді Алла тағала Құран-ы Кәрімде. Аятта шүкір айтыңдар деп Алла тағала иъмалу, шүкір етіңдер деп, яғни амал мен шүкір етуді бұйыруда дейді ғалымдарымыз. Алла тағала баршамызды осы намаздарымызға берік болып, намаз менен, ораза менен Аллаға шүкір етуші құлдардан қылуын Алла баршамызға нәсіп етсін. Құрметті момын мұсылмандар, жаратушы Алла тағала барлығымыздың ниет тілегімізді қабыл етсін. Бүгін неке біздің Рамазан айының соңғы 10 күндігінің ішіндеміз. Тақ күндері белгілі, біз муфтият сайтында оны жарияладық, бірақ тек қана тақ күнінде емес, соңғы 10 күндігінің әр күнінде құлшылық етуді естеріңізден шығармасаңыздар. Әрқашан дұғада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис-реті Айша анамызға үйретті ғой, қадір түнде қандай дұға жасайын деген кезде: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни деп Алладан сұраңыз деді. О Алла тағала, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешірі көр деп Алладан сұрау. Мінеки осы түндерде көбірек осы дұғаны жасасаңыздар. Және Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар деген дұғаны. Алла тағала осы дүниенің жақсылығын нәсіп ет, ол дүниенің жақсылығын нәсіп ет, тозақ отынан аман ет деген дұға. Осыны қадірлі жамағат көбірек осы соңғы 10 күндігінде жасайық. Алла баршамыздың дұға тілегімізді қабыл етсін. Құрметті момын мұсылмандар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бүгін осы құптан уақытында бүкіл еліміздің мешіттерінде бір мезетте бір дұға деген шара өткізіп жатыр. Елімізде болып жатқан үлкен сынақ болып жатыр қазір. Өкінішке орай бірнеше облыстарда су тасқыны болып жатыр. Қауіп кейбір жерде әлі сейілген жоқ. Қауіп болып тұр. Алла тағала жеңілдік берсін. Алла тағала сол қауіптің алдын алып, еліміз, жеріміз аман болсын. Алла тағала су тасқынынан, басқа да табиғи апаттардан елімізді, жерімізді, халқымызды Алла тағала сақтасын. Қазір енді қадірлі жамағат, сабыр етсек, кішкене дұға оқып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының орталық аппарат ұжымы арнайы хатым Құран оқыған. Сол хатым Құранның қазір дұғасын жасасақ, өздеріңізбен бірге, одан кейін ары қарай тарауих намазын бастап кетеміз. Бұл біздің сонау қиналып жатқан отандастарымызға жасаған қолдауымыз, көмегіміз. Сіздер мен біздердің, иншалла. Қазір қолымыздан келетін біздің дұға. Иншалла. Бүгін жастар сол батыс өңіріне, мынау солтүстік Қазақстанға муфтияттан жастар арнайы аттанып кетті. Қол көмегін жасау үшін. Жамағаттар барып жатыр. Қолымыздан келгенше біреулер қолымен, біреулер дүниесімен, біреулер дұғасымен қолдау жасап жатыр. Қазір сізбен біз иншалла дұғамызды жасап қояйық жерлестеріміз үшін. Алла ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Алла жар болсын. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.